Халқымыздың ғасырлар бойғы сергелдеңіне сергектікпен жауап қайтарып, тарихтың шыңыраудағы шындығын шыңға жалғап, оның ұшар биігінен ұлтымыздың туы болып желбіреп, тағылымы терең, танымы бөлек, көкірегі ояу халқымыздың жүрегіне ұялап, тарихымыздың мәңгілік жаршысы болып қалған аяулы ұлдарымыздың бірі Ахмет Байтұрсынов еді. Сауатты адамдарда Ахмет Байтұрсыновты білмейтін, Ахмет Байтұрсынов деген кім деп сұрайтын адам жоқ. Осы 10 шақты жылдың ішінде шүкіршілік деп айтайық, басқа Алаштың басқа ардагерлерімен бірге Ахаңды да жұртшылық танып білді. Бірақ әлі де қанша айтсақ та, қанша жазсақ та, ол кісілерді әлі біз өзімізде танып болған жоқпыз, елге де жұртқа да танытып бола алған жоқпыз. Сондықтан әрбір бір мүмкіншілікті пайдаланып, қалай болғанын айта берген мақұл. Ахаң, ақын, ғалым, қайраткер. Міне осы үш бірлікті мен өз басым үш бірлікті қатар алғанда соның қайсы басым деген сұрақты қоймаймын. Өйткені өзінің өмірінде, өзі күнделікті сол кездегі әрекетінде осы үш дарынның, үш қасиеттің қайсы қажет болса, соны барынша толық пайдалана білген. Үш бірлікті: ақындығын, қайраткерлігін, ғалымдығын. Ең әуелі ақын. Ақын болып, ол өзі бірсыпыра қажетті білім алып, сонсын әдебиетті, өзіміздің әдебиеттің тарихын, дүниежүзінің әдебиетінен хабарлар болған кезде ең алдыменен Крыловтың 40 мысалын аударып, 40 мысал деген жинақ берді 1909 жылы. Осы жөнінде 1923 жылы Ахаңның 50 жылдық юбилей деген мақаласында Мұхтар Әуезов Ақжол газетінде бір үлкен мақала жазды, таныстырып. Сонда айтатыны бар: біз қазіргі зиялылар, қазақтың зиялы жастары елшілдік деген сөзді, елшілдіктің идеясын, елшілдік рухын бірінші рет Ахаңның 40 мысалынан естідік дейді. Осын қалай түсінер едік? Мысал, Крыловтың мысалдарын аударып, елшілдік деген, ол қазір біз көп қолданбаймыз, халықшылдық, бұқарашылдық деген мағынада. Соның идеясын бірінші рет Крыловтың аудармасы арқылы Ахаң жеткізді. Ахаң өмірбаянында өзінің әлгі Семейде 1907 жылы, 8 жылдары Семейдің түрмесінде отырғанда шешесінде жазған хаты бар. Анама хат деген. Оқ түйіп, 13-імде ой түсіріп бітпеген жүрегімде бар бір жарам деген. Міне сол кезде 13-дегі ол енді ауылына келіп, әлгі Яковлев деген уездің бастығына келіп, ұлаң салып, Ақтас деген ағасын Байтұрсынның өзін іздеп келіп ұлаң салып, ауылды тонайтыны есінде. Мылтық атып, кісі өлтіріп, сол кезде Байтұрсын бірінші рет уездің бастығын аттың үстінен жұлып алып, басын жарып қоя берген. Бұл енді қазақ тарихында отаршылдық кезінде болмаған тарих. Ең бірінші. Міне сол кезде ауылды шауып, адамдарын кейін бәрін Сібірге айдап атқандағы 13 жасар баланың жүрегінде қалған нәрсе. Оқ түйіп, 13-імде ой түсіріп бітпеген жүрегімде бар бір жарам дейді. Және сол келіп тұр, соны былай деп жалғастырады. Алданып тамағыма, соны ұмытсам болғандай жегенімнің бәрі харам. Адамнан туып адам ісін
етпегенде ұялмай не бетіммен көрге барам. Міне, бүкіл саяси көзқарасының негізі осы. Адамгершілік, азаматтық көзқарасының. Ол кейін жазған. Ал сонда 40 мысалда осындай әділетсіздікті, зорлық, зомбылық, айуандық, адамның мінезінде қаншалықты бір келеңсіздік, теріс мінездердің барлығы осы 40 мысалда табылады. Соның барлығын теріп, сол арқылы халықтың санасын бірінші рет оятқан осы өзінің шығармашылығында Ахаң. Міне сондықтан елшілдік идеясы деген демократизм. Ол Изоптан бастап баяғы әлгі Ла Фонтеннен келе жатқан, сонан Крыловқа келген, астарлап, мысал арқылы жұмбақтап жеткізу дүние жүзіндегі әділетсіздіктің бәрін. Ол сол келе жатқан дәстүр болады. Міне соны қағып алып, халқына таратып, сол 40 мысал қолдан қолға тарап жүргенде кісіліктің, адамгершіліктің идеясын кері мағынасынан алып үйренген сол елшілік сол еді. Сонысы артынан өзі 1-2 жылдан кейін Маса деген жинақ бар. Ол да өзінің інісі Міржақып Дулатовтың үзеңгілес шәкірті. Оян қазақты 1900 жылы ұран салғанда, соғаны енді әлі халыққа кеңінен түсіндіріп, осы ақын тіліменен, публицист тіліменен өзінің парасатты ақыл ойымен түсіндірген. Енді қайраткерлік, ұйымдастыру, азаматтыққа келгенде Ахаң сол алаш зиялыларының көсемдерінің бірі болып Әлихан екеуі шықты. Тарихтың сахнасын жарқ етіп. Қайраткерлігі сонан өлгенше олса халыққа ағартушылық жағынан бостандық идеясын тарату және соны қазақты ел қылу жағында алаш қозғалысы арқылы өлгенше қызмет еткен қайраткерлігі. Ғалымдығы міне сол кезден бастап өзі енді Торғайдың орыс қазақ мектебін бітірді, алғаш рет Орынборда оқытушылар 5 жыл мектебін бітірді. Ол енді бұрынғы учительский семинария деген алғашқы бір қарлығаш болатын. Соны бітіріп келгеннен кейін бұл енді осы қазақты сауаттандыру үшін алдыменен әліппесін жасау керек болады. Атамыздың тіл саласындағы еңбектерінің әр қырына тоқталу үшін оның 130 жылдық торқалы тойы қарсаңында игі шараларды жүзеге асырып жатқан Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтына жолымыз түскен еді. Мұнда бір қатар ғалымдармен сұхбаттасып, шағын мұражаймен танысуға мүмкіндік алдық. Ахаңнан кейінгі бергі дәуірде мына орыс тілінің әсері бар, өзге тілдердің әсері бар. Біздің қазақ тілінің дыбыс жүйесі, оның құрамы бір бұлай қазақ айтқанда бір қойыртпаққа айналып кетті. Ал енді соның ішіндегі қазақтың төл дыбыстарын қалай екшеп аламыз? Оны тек қана осы Ахаң ұсынған қисын арқылы ғана екшеп алатын боламыз. Екінші айтатын әңгіме, мынау Ахаң өзі мына атауларды құрастырған кезде, ұсынған кезде, ол Ахаң ұсынған атаудың ар жағындағы қандай мағына, ұғым өзі көрініп тұратын. Қазіргі жаңадан құрылып жатқан атауларымыздың көпшілігі сол атау мен ұғымның арасында байланыс жоқ. Ал енді Ахаң ұсынған атаулардың арасында ар жағындағы ұғым менен бер жағындағы оның атауы бір-бірінен туындап тұрады. Мысалға, дауысты дыбыс дейді, түсінікті, яғни ол дыбыста дауыс басым деген сөз. Дауыссыз дыбыс дейді, яғни ол дыбыста дауыс кем деген сөз. Ары қарай бастауыш баяндауыш дейді. Мысалға, мектепте жүргенімізде сол бастауыш баяндауыштың ережесін білмей-ақ, бастауыш қайда десе сөйлемнің басына қарап жүгіретінбіз, баяндауыш қайда десе сөйлемнің аяғына қарап жүгіретінбіз. Мінекей осы мәселе. Ал енді қазір мынау қазақ тілін компьютерге икемдеу мәселесі қолға алынып жатыр. Шындығында мына Ахаңның дәстүрін ұстанатын болсақ, қазақ тілін компьютерге икемдемеу керек. Керісінше компьютерді қазақ тіліне икемдеу керек. Егер біз Ахаң ұсынған қисынды ұстанатын болсақ, онда мынау дүние жүзіндегі ең
әрібі аз әліпби осы қазақ тілінің әліпбиі болмақшы. Оны кезінде орыс ғалымдары Ахаңның әліпбиін саралай келіп, зерттей келіп, сондай қорытынды өздері бағалап кеткен. Сол бағалағанды біз енді қазір қайтадан жаңғыртып көпшілікке ұсынып отырмыз. Біз Ахметтің 40 мысал, маса, тіл танытқыш, әдебиет танытқыш, тағы басқа еңбектер арқылы тілімізге, әдебиетімізге, тіпті жалпы руханиятымызға сіңірген еңбектерінде кеңінен тани бастадық. Енді Міржақып, Әлихан, тағы басқалармен бірге негізін салып шығарған Қазақ газеті мен Айқап журналдарының өзі-ақ, оның публицистикаға қосқан үлесі ғана емес, ұлт жолындағы теперіші мол, қоғамдық қызметінің айнасы екендігіне тағы да қайран қалдық. Бұл жолда ғұмыры аңду, цензура, абақтымен өткен Ахмет бұлайша ашына сөйлейді. Біреу жұмыс қылайын десем, тұрған жерім жаман дейді, біреу маңайдағы елім жаман дейді. Олардың бәрі бос сөз. Абақтыдан жайсыз орын жоқ. Онда да отырып жұмыс деуге болады. Немесе мен бұқтым, жаттым, сен бұқтың, жаттың, кім істемек қызмет, ауызбен айтып, істерде қайтып, жоламасақ не міндет, тек жүрсе тоқ жүрмекті, қиын деме білмекті, дейді. Бұл Ахаңның еңбекқорлық қыры. Ахмет Байтұрсынұлының көптеген мұралары бар, соларды жинауымыз керек. Әлі қолымызға тимеген мұралары болуы мүмкін, табылмай жатқан жазып қалдырған нәрселері болуы мүмкін, үлкен ғылыми, басқа да мұралары. Осыларды түгел ме, осыны мықтап бұлай қолға алып қарастыруымыз керек. Бұл бір. Екінші, сол мұраларды жинап қоймай, оны зерттеуіміз керек. Осы заманғы ғылымның тұрғысынан тексеріп, қарап зерттеуіміз керек. Ол бізге көп нәрсе береді. Көп нәрсенің бетін ашады, көп нәрсені айқындауға мүмкіндік береді. Ол тарих бола ма, тіл білімі бола ма, өнер туралы жазғаны бола ма, тіпті көркем әдеби мұралары бола ма, осылардың бәрі мына зерттеуді қажет етіп тұр. Енді соны зерттеп қана қоймай, мынау өндіріске де пайдалануымыз керек. Біздің өндірісіміз не? Ол оқу ісі, ол мына кітап жазу, кітап шығару, тарихымызды білу, осындай жағдайда мынау өндіріске енгізу керек көптеген нәрсесін. Ал енді бұл жалпы айтылғандағы сөз, нақты мысалы Ахаңның көптеген еңбектері, зор мұрасы бар, үлкен. Мысалы қазақ тарихы үшін, қазақ мәдениеті үшін. Ал енді соның үлкен бір саласы, басқалары таразының бір басында тұрса, мына тіл біліміндегі қазақ тіліне байланысты жазғандары таразының екінші басында тұрады. Сондықтан да Ахаңды алдыменен біз үлкен ғұлама, тілші, ғалым деп танимыз. Ахаңның бүткіл әлемдік тіл ғылымы деген бар. Мынау сол әлемдік тіл ғылымындағы орнын көрсетсек, айтқан тұжырымдарын, пайымдауларын, осылардың мына әлемдік тіл біліміне қосатын үлесі қандай? Осыны айтатын мезгіл келді. Ахаңды еске түсіретін, Ахаңды кәдімгі үлгі ететін, Ахаңды өнеге ететін үлкен бір мысалы университеттердің атын беру әлі де жеткіліксіз. Мәдени ошақтардың атын беру керек Ахаңның атына. Академия сияқты үлкен мына ғылыми шаңырақтар Ахаңның атымен аталса деймін. Әрине, өз заманының ұйытқысы да, иықтысы да болған зиялыларымыз тарихтың әр қалтарысынан табылып, халқымен көптеп қауыша бастады. Әйтсе де, олардың қоғамдағы орнын айқындағанда, әлде бірінің ұлтқа деген ұлағатымен қатар қателіктеріне де сүрініп, тек ұрпаққа үлгі боларлық жағын сүзіп алуға тырысып жатқан жайларымыз да кездеседі. Ал мезгілдің небір сындарында бой алдырмай, қоғамның кереғар сәттерінің барлығында да өзін бір қалыпты ұстаған, пенделіктен таза Ахметтің өнегелі өмірі өз ұлтына деген шынайы патриотизмнің классикалық үлгісі десек қателеспейміз.
Түркі халықтарында мың жылдай қолданысқа араб жазуынан тіліміздің табиғатына сай реформалаған Ахмет Байтұрсынов әліпбиі өз кезегінде қазақ халқының рухани мәдени өміріне зор ықпал еткені белгілі. Бұл игі ықпалдан шекараның ар жағындағы қазақ ұлтының өкілдері де қағаз қалған жоқ. Мысалға, бұл әліпби өткен ғасырдың 35-36 жылдары мысалы Қытайда тұратын қазақтарға жетті. Ахмет Байтұрсынов әліпбиі Қытайда 1951 жылы аздап реформаға түскеніменен, аздап өзгеріс енгізілгеніменен, жалпы сол өз нұсқасында бүгінгі дейін қолданылып отыр. Ондағы жаңа жарық көретін түрлі басылымдар, ондаған газет, 20-30 журнал, түрлі ғылыми басылымдар, онан кейін жылына мектептерге арналған оқулықтар миллиондаған тиражбен жарық көретін. Осының бәрі де бүгінде төте жазумен жарық көріп отыр. Совет одағы кезінде жаппай кириллицаға көше бастады. Ал Қытайдағы қазақтар араб жазуында қалды. Түркиядағы қазақтар латын жазуын қолданды. Міне бүгінде әліпби жүйесін ұқсамауынан, жазу термин жүйесін ұқсамауынан, міне қазақтар қазірге шейін бір-біріне енді ең қарапайым нәрсенің өзін біздің қазақта тілдік норма, тілдік жалпы бір ұлтта болатын тілдік норма сақталмай отыр деуге болады. Осы нәрсені болашақта қалай шешу керек, тез арада шешу керек деп ойлаймын. Өйткені қазақ халқында ортақ әліпби, ортақ жазу жүйесі, ортақ тілдік норма болу керек. Шекараға бола бұндай мәселенің сақталуы дұрыс емес. Өйткені қандай ұлтты қарасаңыз, Қытайды қараңыз, орысты қарасаңыз, басқа ұлттарды қарасаңыз, бәрінде ортақ жазу үлгісі бар, ортақ жазу жүйесі бар. Қазағым, елім, қайқайып белің, сынуға тұр таянып, талауда малың, қамауда жаның, аш көзіңді оянып, деп халық үшін жаны күйген Ахметтің басындағы құрбандық тіпті арғы-тегін қоспағанда, отарлық езгіге қарсы тұрып, Сібірге айдалған Байтұрсын бастаған ағайынды әкелерінің басындағы нәубеттен басталған еді. Әйтсе де, өз тағдырын ысыра тұрып, қарадай желінген халқын өзіндік әлеуметтік құқығын терең білуге шақырды. Ұлт мәселесі мен аграрлық істерге ден қойды. Империядағы сот реформаларының жергілікті жерлерге қатысты жаңалықтарымен көбірек танысуға үндеді. Бұл тұрғыда ұлттың мешеу қалмауын әуелі билерімізге жүктеді. Ол адалдығы мен азаматтығы, таланты мен танымының арқасында халық комиссары дәрежесіне дейін көтерілді. Бірақ таңғажайып бұл қырыда оны ақтық сапарынан құтқара алмады. Тек қинамайды абақтыға жапқаны, қиын емес дарғасқаны атқаны, маған ауыр осылардың бәрінен өз ауылымның иттері үріп қапқаны деуден басқа амалы қалмады. 1904 жылы Міржақып Торғайдан бірінші рет Омбыға келгенде бір естелген Абай жөніндегі мақаласында айтады. Мен сонда Ақаңның қолынан Абайдың дәптерін көріп едім бірінші рет. Сонда ол да бірінші рет көріп отыр. Мен Атбасар Қостанайдан Омбыға келе жатқанда Атбасар Ақмолаға кейін Абайдың атын естіген жоқпын. Мұнда келіп, мұнда дәптерін көріп отырмын. Мұндай ақын бізде болған жоқ. Сөзінің барлығы басқа. Мұны таныту керек, мұны бастыру керек. Мен осы күзде Қарқаралы барам, жолда Абайға соғып сәлем берем. Ана шығармаларын бастыру жайын сөйлесем дейді. Бұл енді біздің маңдайымызға сыймай кеткен бір керемет нәрсе, енді ризық. Сол жылы барам деп жүргенде Абай қайтыс болып кетті. Әрине, Абай мен Ахметтей өзара барабар екі тұлға, өзара жүздескенде бай тарихымыздың тағы бір қыры, руханиятымыздың пәрменділігін бұрынғыдан да айшықтай түсірмеді. Бұл да болашағымыз үшін сәті түспеген арман. Немесе әуезов сөзімен айтқанда, Ақаң қазақ жұртының алғашқы көсемі, оның ісі өзіне орнатылған мәңгілік ескерткіш.